Бірінші сұрағым Азамат Несіпбайұлына. Азамат Несіпбайұлы, біз осы заңның аясында ұсыныс беріп отырмыз мына 429 бапқа қатысты. 429 бапты өзіңіз білесіз, мына қоғамнан оқшаулауды қамтамасыз ететін мекеменің қызметкеріне және оның жақындарына үтір, сондай-ақ сотталған адамға қатысты күш қолдану, қатерін төндіру немесе олардың денсаулығына немесе өміріне қол сұғу дейді. Бұл қалай? Біз қылмыстық кодекстің бір бабымен адамды соттап отырмыз, екінші бабымен қорғап отырмыз. Бұл неге жол ашып отыр? Мекеме әкімшілігімен келісімге барып алып, басқа сотталушыларға зорлық, зомбылық көрсетіп отырған фактілер жетерлік. Осы орайда біз осы сондай-ақ сотталған адамға қатысты деген жерін алып тастауды ұсынып отырмыз. Осы жайлы өзіңіздің пікіріңізді білгім келеді. Екінші сұрағым бүгінгі заңға қатысты болмаса да, енді айтатын басқа жерім жоқ, сондықтан айтуға мәжбүрмін. Ішкі істер министрлігі, бас прокуратура, жоғарғы соттың өкілдеріне біздің президенттің халыққа үміт берген бір сөзі әділетті Қазақстан деген сөз еді. Қазір Қазақстанда кез келген адамды көшеден алып кете салып қамай алатын ішкі істер министрлігі бар. Оған жоқ жерден айып тағатын прокуратура бар, оған шешім шығара салатын сот бар. Осы орайда сұрақ, әділетті Қазақстанды орнатуды қашанға жоспарлап отырсыздар? Рахмет, сұрағыңыз орынды. Бұл жұмыста тобы шеңберінде қарастырылатын мәселе, және де жан-жақты мемлекеттік органдармен қайта пысықтап, сіздің сұрағыңыз бойынша қосымша жауап беруге дайынбыз. Рахмет, сұрағыңыз орынды.